сіздің мынау әкеңізбен ерекше байланысыңыз туралы айтты. Және мен мынау ақпарат көздерін ақтарып, сіздің әкеңіздің қазір Астанада балабақша күзетші болып жұмыс істеп жалғастырып жатқанын естіп білдім. Рас па? Менің әкем өзі айтады, балам, бұл адамның басының тағдыры. Әкем қанағатшыл адам, ешқашан қарыз алдыртпайды. Ешкімге қарыз болма. Қара су, қара нан жесең де, соның жеп отыр балам. Мен анама да сөйтіп нететін кредит, жаңағындай ипотека деген нәрсеге әкем түбегейлі қарсы мысалға. Бірақ мен бұл жерде көрермен болсын, сол өзімнің қазағыма көрсеткім келеді. Балаларына инвестиция салыңдар. Балаларына дұрыс тәрбие беріңдер деп. Кезінде әкем сол базарда жалдамалы жұмысшы, қазір қай сағатта кім мені жұмысқа жалдауға алып кетеді деп тұрған кезде анам маған тәрбие берді. Көп адам сұрайды, сені қалай тәрбиеледі дегенде, анам маған білім берді. Анам айтты, балам, бірінші кезекте адалдық бірінші кезекте тұрсын дейтін. Мұхтар Шахановтың кейін адалдық әлемнің ұлы байлығы деген сөзбен өзім нетем. Адалдықтың арқаны ұзын, сол адал жолда деп. Бірақ білесіз бе, өмір болғаннан кейін жаңағындай битіп бір соқпақтар да болады. Бірақ үнемі сол Құдайдан сұрайтын, я Аллам, осы адалдық жолдан мені тайдырмашы. Адамшылық, адам болып қалайыншы дегенде, өйткені мына мансап, барлығы ол уақытша нәрсе. Ертеңгі күні бұл депутаттық қызметтен кеткен кезде де, болмаса пенсияға кеткен кезде де, көшеде көріп қалған кезде сіз бен біздің сәлеміміз дұрыс болу керек мысалға.